Бұрынғыдай ОП-16 болғанша күтпейміз бе дейді. Сәлеметсіз бе? Қараңыз, егерде сіз 3 жыл дұрыстап жинақтайтын болсаңыз, ОП-16 болады. Және де ОП-16 деген сөз, ол деген сіз 5%-бен табысты растамай-ақ үйді алып кетуіңізге болады. Бірақ ол үшін сіздің депозитіңіз міндетті түрде кем дегенде 3 жылғы болу керек. Ал егерде сіз күтпеймін, жоқ, мен қазір сразу алғым келеді дейтін болсаңыз, онда 15 мамырдан бастап бізде жаңа ережелер қабылданды. Ол ереже бойынша сіздің бағалау көрсеткішіңіз 2,5-ға толмайтын болса, сіз бірден үйді алып кетпейсіз. Сондықтан депозитіңізге егерде бар болса, қазірден бастап дұрыстап жинақтай бастаңыз. Сол кезде, егерде сіздің бағалау көрсеткішіңіз 2,5 кем дегенде болса, онда табысты растап 9%-бен үйді алып кете беруіңізге болады. Оның аты аралық займ деп аталады.